Саламатсыздар ма оқушылар, 6 сыныптың 2-ші тоқсанның БЖБ-сын, яғни рационал сандарға амалдар қолдану БЖБ-сын бір талдап жүрек. Бірінші есеп бізде міне рационал сандарға амалдар қолдану. Минус 2-ден, яғни бүтін саннан аралас санды азайтуымыз керек. Бұл жерде мына бүтін санды аралас санға айналдыруымыз керек. Қалай? Яғни 2-ні майдалаймыз деп айтсақ та болады. Минус 1,12-ден 12 дейміз. Себебі 12-ні 12-ке бөлсек, 1 шығат, 1-ге 1-ді қоссақ 2. Енді жазайық 12-ден 7. Таңбаларына мән беретін болсақ, біреуінің таңбасы минус, біреуінікі плюс. Сонда азайтылады, үлкен санның таңбасы қойылады. Бұл жерде үлкен сан мына 12. Сонда 1-ден 1-ді азайтқанда 0, 12-ден 7-ні азайтқанда 5. Бізден минус 12-ден 5 шықты. Келесі амалымыз мына жақса. 8-ден 3-ке азайту керек 6-тан 1-ді. Екеуінің ортақ бөлімі бізде 24. Нешеден береміз? 8 24 болу үшін 3-тен береміз. 6 24 болу үшін 4-тен береміз. 3-ке 3-ті көбейтсек 9, 4-ке 1-ді көбейтсек 4. 9-дан 4 азайтсақ 5. 24-тен 5. Енді бұл жерде не істеу керек? Бөлу керек. Бөлу бізде көбейтуге айналады. Және алым мен бөлімнің орын алмасады. 5-тен 24. 5 пен 5-ті қысқартамыз. 12 мен 24 қысқарады, 2 болады. Сонда минус 2 шығып тұр. Келесі бізде көбейтуіміз керек. Минус 3,4-тен 1-ге. Араласанға көбейтетін кезде оны бұрыс бөлшекке айналдырып алуымыз керек міндетті түрде. 12 ойдағымен 13. 4 пен 2 қысқарады 2, тең минус 2-ден 13. Бұл дегеніміз минус 6,2-ден 1. Егер ондық бөлшекпен жазатын болсақ, минус 6,5. Екінші есебіміз бізде периодты ондық бөлшекке арналған есеп екен. Екінші есеп. Бұл жерде периодта бізде 7 деген сан бар, бірақ сан, сондықтан бір ғана 9 қоямыз. Ал 2 цифра периодта емес, сондықтан 2 0 қоямыз. Үтірден кейінгі барлық санды 237 жазып аламыз. Және де азайтуымыз керек периодта емес санды 23-ті. Сонда бізде 900-ден 214 шығады. Екеуі де 2-ге қысқарады. 450. Мына жерде 107. Бізге не істеуіміз керек? Қосуымыз керек 450-ден 43-ті. Мән берсек, бөлімдері бірдей болып тұр. Алымдарын қоса саламыз сонда. 450-ден 150. Екеуі де 150-ге қысқарады, яғни қысқарады деген 150-ге бөлінеді деген сөз. 150-ді 150-ге бөлсек 1, 450-ді 150-ге бөлсек 3. Алымымыздан 3-тен 1 шықты. Енді бөлімінде дәл солай есептейтін боламыз. Периодта 2 цифра бар, сондықтан 2 9 қоямыз. Периодта емес 1 цифра бар, сондықтан 1 0 қоямыз. Үтірден кейінгі барлық санды жазып аламыз 561, және одан азайтуымыз керек 5-ті. Сонда 990-нан 556. Бұлар қысқарады. Қысқарғанда 2-ке қысқарады 495, мына жерде 2-ке қысқарса 278. Одан азайтуымыз керек, мына 495-тен 113-ті дейді. 495-тен 113-ті азайтайық. Сонда бізде 495-тен 165. Бұл жерде екеуі де 165-ке қысқарады 1, мына жақтан 3. Алымынан бөлімінен де 3-тен 1 шықты, сонда алымындағы 3-тен 1-ді бөліміндегі 3-тен 1-ге бөліп жіберсек, екеуінен 1 шығады. Келесі бізде үшінші есеп. Үшінші есепте жақындатып қояйық. Көбейтудің үйлесімдік қасиетін дәлелдеу керек. Мына сандарды орнына қою арқылы. Енді соны есеппен дәлелдейік. А дегеніміз бізде 0,2, аның орнына 0,2 қоямыз. Б, мұны қосу минусты жақшаның ішіне алайық. 2 жақша қойық. Көбейту С минус 0,5. Енді келесі. Қазір теңдіктің мына бетін бөлек шығарамыз, мына бетін бөлек шығарамыз. Екеуі тең болу керек.
А дегеніміз 0,2, Б минус 0, С минус 0,5 қосылған Б дегеніміз минус 0,3 көбейту минус 0,5. Енді 0,2-ден азайтуымыз керек 0,3-ті. Плюс пен минус не жерде минус болып кетеді. Сонда минус 0,1. Неге минус? Өткен үлкен санымыз минус. Бір-бірінен азайтсақ 0,1. Бұлай жақшаға алып қойайық. Минус 0,5. Мына жерде бөлек-бөлек көбейтетін болсақ, минустан шығады, көбейткен кезде 0,2-ге 5-ті көбейтсек 10. Соңынан 2 үтір болғандықтан, соңынан мына 2 санға үтір қайырдым. Минуске минусты көбейтсек плюс шығады, 0,15 шығып тұр. Енді мына минус 0,1-ге минус 0,15-ті көбейтсек, плюс 0,5 шығады. Мұна жақта да бұл жерде не істеуіміз керек? Азайтуымыз керек. Таңбалары әртүрлі. Үлкен санның таңбасы қойылады. Бұл жақтан да 0,15-тен 0,10-ді азайтсақ, 0,5. Екі жақта тең болды. Төртінші есеп. Төртінші есепте біз керісінен артынан бастап есептейміз. Оны қалай? Мысалы бізде минус 0,2 шықты дейді. Минус 0,2 деп алайық. Оны 4,2-ге бөлгенде деп тұр. Біз оны бөлгенде дейтін болсақ, керісінше орындап жатқандықтан, оны біз көбейтеміз. Минус 0,2-ні 4,2-ге. Сонда таңбамыз минус болады 0,184. Бізде енді айтады 7,2-ні қосып дейді. Егер қосып дейтін болса, біз оны азайтуымыз керек. Азайту 7,2. Сонда бізде шығады минус 8,4. Енді 1,2-ге көбейтіп дейді. Егер көбейт дейтін болса, біз оны бөлуіміз керек 1,2-ге. Минус 8,4-ті 1,2-ге бөлетін болсақ, минус 6,7 шығады. Енді минус 2-ді алып дейді. 2-1 дегеніміз бізде ол 0,5. Егер оны ал дейтін болса, біз не істеуіміз керек? Қосуымыз керек. Қосу минус 0,5. Бұл жерде таңбалары минус екеуі қосылады, өз таңбалары қалады. Минус 7,2 шығады.